Алып планета Юпитер шытырман мен жұмбаққа толы мекен. Біздің күн жүйесіндегі ерекше орта. Осы планетаға алғаш телескоп бағыттаған Галилей оның 4 серігін ашты: Ио, Европа, Ганимед және Каллисто. Алғашқы ғарыштық зондтар Газдалып пен оның жұмбақ айлары туралы жауаптан гөрі сұрақты көбірек туындатты. Оларға жауап табу енді біздің қолымызда. Көкекте Еуропа ғарыш агенттігі JOICE миссиясын ұшырады. JOICE сыртқы күн жүйесіне бұрын-соңды жіберілген ең қуатты ғылыми құралдармен жабдықталған. 10 аспап Юпитердің тарихтағы ең толық геофизикалық өлшеулерін қашықтан және тікелей жүргізеді. JOICE жобасын іске асыру үшін Еға 23 елдегі 18 мекеме мен 83 компанияның 2000-нан астам қызметкерінен тұратын консорциум құрды. Кейбір жабдықтарды НАСА, Жапон әуе ғарыш зерттеулері агенттігі мен Израиль ғарыш агенттігі жасап берді. JOICE миссиясы 2023 жылы көкекте Ариан 5 зымыранының қуылдағы Еуропалық ғарыш айлағынан самғауынан басталады. Ғарыштағы 8 жылдық саяхаттан соң JOICE Юпитер жүйесіндегі күрделі маневрлар сериясына кіріседі. Бұл жақта оны көптеген қауіп-қатер күтіп тұр. Юпитер маңындағы радиация ғарыш кемесінің электронды миын күйдіріп жіберуі мүмкін. Планетаның өте зор тартылыс күші аппаратты жолдан тайдырып күйретуі ықтимал. Осыған қарамастан, Еғаның тәжірибелі операторлары Ганимед орбитасына шыққанға дейін JOICE-ті Европа, Ганимед пен Каллисто тұсынан 35 рет өткізеді. Бірақ JOICE аша алатын ғылыми жаңалықтар тәуекелге лайық. Европа мен Ганимедте жер асты мұхиттары бар деп болжанады. Олардағы су жер мұхитынан да көп. JOICE осы серіктерді зерттеп, тіршіліктің ғарыштағы түрлі орталарда пайда болу мүмкіндігін тексереді. JOICE сонымен қатар Юпитердің күрделі ауа райын, химиялық құрамы мен климатын мұқият зерттейді. Бұл Юпитерді бүкіл ғарыштағы басқа газдалы планеталармен салыстыратын эталонға айналдырады. Осы ғаламат ғылыми Одиссея 2023 жылғы көкекте басталады.